медициналық құрылғылар мынандай медициналық құрылғылар мынандай ашық кәдімгі тамақ салынатын ыдыстарда жуылып жатыр. Тегіш қой, жазылып тұр, жүріңіз көрсетейін. Енді қараңыздаршы, бұл жерде қандай санитарлық талаптар сақталынып жатыр, жан-жағымызға қарасақ болады. Меніңше ешқандай да санитарлық талаптар сақталынып жатқан жоқ. Үй жағдайында жасалынатын кәдімгі ыдыс жуатын жағдай сынды мұнда медициналық құрылғылар қандай да бір ыдыс жуатын сұйықтықтың көмегімен жуылып жатыр. Бір реттік қолданыстағы вакутейнерді не үшін қайта жуып жатыр? Қалыпты жағдайда осылай жуылады. Иә, қалыпты жағдай. Мына заттардың тотығуы, бұның бәрі қалыпты ма? Қалыпты. Қалыпты, мына тотыққанға дейін қалыпты ғой. Аналардан алынған, бұлардың құлаудан алынған. Басшылық қарамағындағы қызметкерлердің әрекетінен расымен хабарсыз ба? Астында лабораторияның жаңағы моющий кабинетін көрдік. Қарапайым ғана тегеш дейсіз ба, табақ дейсіз ба, сондай құрылғылардың ішінде оның өзі тотыққан, сондай құрылғылардың ішінде медициналық приборларды, құралдарды жуып жатыр. Бұл медициналық талаптарға сіздің ойыңызша сай келе ме? Атақ мен басқа ешқандай сізге ақпарат бере алмаймын, ренжімеңіз. Бұл жерде қандай жабықтық бар? Енді ашық қоғам туралы енді президенттің тапсырмасын білесіз ғой, неге соншалықты ақпарат беруден жалтарып жатсыздар? Мен өзім білем, өз еркім берем ба, бермеймін ба? Мен өзім білем, өз еркім берем ба, бермеймін ба? Жедел жәрдем мекемесін 800 миллион кредиторлық қарызға батырған бас дәрігер жаңадан тағайындалған 4-ші қалалық емхананы да 150 миллионнан астам кредиторлық қарызға душар еткен рас па? 20 шілдедегі ақпарат бойынша 157-де 714. 23 жылы ол кісі 2,5 ай жұмыс істеді. Биылғы жылы 7 ай жұмыс істеп тұр. Ақмарал Әлназарованың тұсында жарты миллиардқа жуық қаражатқа сатылып алынған МРТ құрылғысы неге жұмыс жасамайды? Судай жаңа МРТ құрылғысы бірде-бір науқастың қажетін өтемеді деген де ақпараттар бар. Бір дәйектемелерде аталған МРТ құрылғысының сінемкісінің оқуға жарамсыз екендігі де айтылады. Ал бізге белгісі бүгінгі күні МРТ аппараты жұмыс жасамақ түгілі қарапайым электр желілері де ажыратылған. Министр ханым журналистерді алдады ма? Сол кездегі МРТ аппараты да, КТ аппараты да тиісті проектно-сметная документация дейміз ғой, соның өзінің тиісті техникалық тапсырмасына сәйкес қойылған жұмыс жасап тұрды. Бұл қандай мекеменің әжетханасы деп ойлауыңыз мүмкін. Бұл ешқандай да қараусыз қалған немесе көшенің бойында әжетхана емес. Бұл Қызылорда қаласы Тасбөгет кентінде орналасқан 4-ші емхананың әжетханасы. Сәлеметсіз апай, амансыз ба? Қандай кабинет бұл? Моющий. Наған кабинет бұл жер? Не жуасыздар? Қазір жүріңіз. Апарам ғой, түсінікті ғой. Біз бұқаралық ақпарат құралдарымыз. Мекеме жайлы, мекемеде нендей мәселелер бар? Не жуыватсыз апай? Мен ба проверка, оны мен біліңкіремеймін, жүріңіз. Енді, басырсаңшы, бір минут қата жүріңізші. Жоқ, ойбай, мен жүріңіз жоқ. Жүріңіз. Мынанда медициналық құрылғылар, мынандай медициналық құрылғылар мынандай ашық кәдімгі тамақ салынатын ыдыстарда жуылып жатыр. Тегіш қой, жазылып тұр, жүріңіз көрсетейін. Енді қараңыздаршы, бұл жерде қандай санитарлық талаптар сақталынып жатыр, жан-жағымызға қарасақ болады. Меніңше ешқандай да санитарлық талаптар сақталынып жатқан жоқ. Үй жағдайында жасалынатын кәдімгі ыдыс жуатын жағдай сынды мұнда медициналық құрылғылар қандай да бір ыдыс жуатын сұйықтықтың көмегімен жуылып жатыр. Сәлеметсіздер, амансыздар. Мынаған кабинет екен бұл? Ал лабораторияның моющий кабинеті ғой. Бүкіл санитарлық талаптар сақталынған ба екен? Иә, сақталынған. Мына жерде енді қараңызшы, сіздің ойыңызша осылай болу керек па? Иә, осылай болу. Мынау үш өзі жуатын ыдыстардың өзінің этапымен тұр.
Аналардың бәрі хлор құйылған, хлорлардың бәріне Қалыпты жағдайда осылай болады. иә, қалыпты жағдай. Түсінікті. Ал мына жердегі заттар, мына жердің Олар өзі ана хлорлар, иә, хлорынан мыналардың бәрі. мына заттардың тотығуы, бұның бәрі қалыпты ма? Қалыпты. Мына тотыққанға дейін қалыпты ғой. Аналардан алынған, бұлардың бәрі хлордан алынған. Түсінікті, рахмет. Емханаға қарағанда жабық базарға ұқсайтын мына ғимаратта қанша мың адам ем алады. Ең өкінішті қарапайым ғана медициналық талаптар сақталынбаған. Сәлеметсіздер апайлар, амансыздар, ас болсын, жағдайларыңыз қалай, не істеп жатырсыздар? Не кабинет мынау? Гардероб. Ага. Элеватор кабинеті. Кішігірім ас ішетін бөлме ма? Енді обедті осы жерден ішеміз. Бұл не бұл негізі? Кабинет, не шешетін кабинет? Енді Гардероб па, қызметіне? енді гардеробта болады. Гардеробта болады, арасында тамақта ішесіздер. Ас болсын. Аха. Енді мен сіздерге ешқандайда не қоймаймын енді. Ғимараттың ескілігі, енді басшылықтан кішігірім осы мәселені жеделдетіп шешуі сынды енді бұл жердегі дүниелер ғой. Сіздерге барынша жасалған жағдай осы болып тұр ғой енді. Осы болып тұр ғой. Осы жерде шай ішесіздер. Осы жерде кішігірім жүрек жалғайсыздар. Рахмет апайлар, істеріңізге сәттілік. Ассалаумағалейкум аға, іске сәт. Ескі ғимарат шаршатып жатыр ма? Электр жүйесі? Электрик емеспін ғой, апам бөлуші салып жүр. Электрик емессіз ба? Енді қазір енді бір оқиғалар соғып жатса не болады? Электрик жоқ па мекемеде? Бар. Енді неге электрик атқармайды? Техникалық қауіпсіздік неге ескерілмейді? Доқтан ажыратылған ба осы тұрған кезде? Электр тоғынан ажыратылған ба? Жанып тұр ғой, сіздер ашып атсыздар, мынау жанып тұр, ешқандай да техникалық қауіпсіздік сақталмай жатыр. Ағамыздың өміріне бірдеңе болса не болады? Неге электрик жасамайды, неге мынау өшіріліп жасалмайды, сіздер прямой ашып жатсыздар? Адамдар қарапайым ғана техникалық ерекшеліктерді, техникалық қауіпсіздікті ескермей, ашық тоқтың кернеуімен жұмыс жасап жатыр айдың күннің аманында. Міндетін атқарушы дәрігер кім? Сәлеметсіз. Төртінші билік ақпараттық агенттігі халықаралық Астанадан келіп тұрмыз. Сіздерге бірнеше сауалдарымыз бар. Негізі бас дәрігерге тұғын, бірақ ол кісі бүгін рұқсат болса отырсақ болатын шығар, шамалы ентіктік. Бірінші сауалды мынадан бастайыншы, кешіріңіз, мына жерге қоя салайын. Бірінші сауалды мынадан бастайын. Бірінші қабатта қызметкерлер лампы, яғни электр лампысын ауыстырып жатыр. Электриксіз ба десем жоқ дейді, мына кісі өтініш қылып еді дейді. Лампының бойында тоқ жанып тұр, тоқ келіп тұр, ешқандай да техникалық қауіпсіздік сақталмаған. Бұл туралы не айтасыз? Мен хабарсызбын, мен жаңа ауыстырып жатқан, білмеймін, мен өзім көз көрмей көрген жоқ. Мен жиналыста отыр едім. Енді сіз тікелей үйесіз ғой, міндетін атқарушы болғаннан кейін сіз тікелей жауаптысыз деп ойлаймын. Ғимараттың ішінде қандай бір төтенше жағдай орын алмауына. Дұрыс қой, бірақ маған ешкім мына ауыстырайын деп жатырмыз деп ешкім айтқан жоқ. Қазір мен главный медицинаны шақырып көрейін. Енді бұл жерде енді әркім өз білгені бойынша істейме, адам өміріне қауіп төнсе, әртеп атқан, жаңа төменде кеше суббота күні соған байланысты бір несі ақау болып не қылмаса, бізде электрик бар өзімізде. Электриксіз ешкім ауыстырмайды. Ауыстырмайды ғой. Ауыстыру мүмкін емес. Жоқ. Камераны не қосып па? Түсіруге рұқсат беремін. Мен сізге жаңа ауызша мағлұмат беруге міндетті емеспін. Содан кейін үште байқадым, әжетхана туралы не айтасыз? Қызметкерлер сыртқы әжетханаға шығып жатыр екен. Бұл жерде ешқандай санитарлық талаптар сақталынбаған. Одан бөлек астында лабораторияның жаңағы моющий кабинетін көрдік. Қарапайым ғана тегеш дейсіз ба, табақ дейсіз ба? Сондай құрылғылардың ішінде оның өзі тотыққан, сондай құрылғылардың ішінде медициналық приборларды, құралдарды жуып жатыр. Бұл медициналық талаптарға сіздің ойыңызша сай келе ма? Бұдан жалпы сес қызметі хабардар ма?
Сіз Мен хабардар ма? бұл да артқа не ақпарат бере алмаймыз. Бұл жерде қандай жабықтық бар? Енді ашық қоғам туралы енді президенттің тапсырмасын білесіз ғой. Неге соншалықты ақпарат беруден жалтарып жатсыздар? Мен өзім білем, өз еркім берем ба, бермеймін ба. Менің өзім білем, өз еркім берем ба, бермеймін ба. Төртінші қалалық емханасына біз арнайы сауалмен барған болатын тұғымыз. Ол жақтағы біздің сауалымыз бұған дейінгі 4-ші қалалық емханасын басқарған бас дәрігер жедел жәрдем бөлімінде 800 миллионға жоқ кредиторлық қарызға тікелей себеп болған болатын. Ал бүгінгі күндегі біздегі бейресми ақпарат бойынша ол кісінің басқаруындағы 4-ші емхана 150 миллионға жоқ тағы да кредиторлық қарызға батып, одан бөлек жеке клиникаларға да қарызданғандығы берешегі жөнінде ақпарат бар. Енді біз осы сауалдарға жауап табайын деп денсаулық сақтау басқармасына келіп отырмыз. Алайда бұл жақтың да басшысы, яғни денсаулық сақтау басқармасының басшысы Олжас Искаков бүгіннен бастап кезекті еңбек демалысына кетіп отыр екен. Сәйкестік пе, әлде әдейі ұйымдастырылған әрекет пе? Қалай ойлайсыздар? Алло. Саламатсыз ба? Иә. Жаңа журналистер барған кезде вакутайнерларды не үшін жуып жатырсыңдар? Громко. Иә. Көрдің ба сен? Громко ғой, шөтінші. Жоқ, маған көрсетіп отыр ғой видеода. Громко ғой, шөтінші. Громко ғой, шөтінші. Күмісай, міне, сен громкида тұрсың? Иә. Бұл кісілер маған видеоны көрсетіп тұр. Тегешке салып, вакутайнерлар жуылып жатқанын. Мен видеосын көрген жоқпын, жаңылсайын өтірік айтпаймын. Бірақ төменге түсіп қарадым, мен сол моментте кім лампа ауыстырып жатыр, ешкім ешқандай лампа не істеген жоқпыз деді. Сосын жаңа мені тегешке бірдеңе жуып жатыр деді. Оны да көрдім кабинеттен. Сізге видеосын көрсетіп тұр ма? Иә. Менде кабинетте. Қызметкермен бірге жуып жатқан анық видеосы тұр ғой. Сол жерде лаборант түсіндіріп жатыр, не деді, неге жуып жатырмыз? Қалыпты жағдай, осылай жуылу керек деді. Ол да видеода бар. Қазір қызметкерлерін шақырып алып сөйлесем. Өтініш, мен дауыстырмай қояйын. Сіздің басқаруыңызда болып жатқан емхананың ішінде осылай дүние болды. Сеске хабарласып бірге сіз не жібере қойыңыз, комиссия жібере қойыңыз, кадрлық жөніндегі қызметкерін жібере қойыңыз, бірге барайық. Сеске хабарласа қойыңыз. Мен ручканы бересің. Тенар Олжабаевна, саламатсыз ба? Жақсы. Тенар Олжабаевна? Маған қандай канал дедіңіз? 4-ші билік арнасы. 4-ші билік арнасы журналистер отырды. 4-ші емханаға барған жаңа. 4-ші билік арнасы журналистер келіп отырды. 4-ші емханаға барған ғой жаңа. Сол жақта түсірген видеоға. Сол жерде лабораторияда вакутайнерларды жуып жатыр да лаборанттар. Вакутайнерлар. Соны жуып жатыр да. Жедел жәрдем мекемесін 800 миллион кредиторлық қарызға батырған бас дәрігер жаңадан тағайындалған 4-ші қалалық емхананы да 150 миллионнан астам кредиторлық қарызға душар еткені рас па? Биылға ғой 20 шілдедегі ақпарат бойынша 20 шілдедегі ақпарат бойынша 157-де 714. Сонда 131, 41, 51, 16 миллионға өсіп тұр. 16 миллионға өсіп тұр. 7 айда. Бұл кісінің отпускіге шығып бұл демек бір жылдықтың ішінде жалпы толық айта аламыз ғой 150 миллионнан астам кредитор қарызға. Енді ол кісі жоқ, бұл кісі 4-ші емханаға барғаны 15-ші қазан. 23-ші жылы ол кісі 2,5 ай жұмыс істеді. Биылғы жылы 7 ай жұмыс істеді.
Әлназарова ханым үкімет үйіндегі берген жауабында мен басқарып отқан кезде МРТ құрылғысы жұмыс жасап тұрған еді. Ал қазіргі жағдайынан бейхабармын деп құрғақ сөзбен ауыз сүрткен болатын. Негізі енді біз бар кезде ол МРТ аппараты жұмыс жасаған тұғын. Енді бүгінгі күні 10 жыл болды, басқа да бір себептері бар шығар. Қосымша ақпарат қажет болатын болса, осы мәселеге байланысты біз көтеріп сізге айтайық. Бұл жердегі сауал, заң жүзінде тау құрылғанның өзі құқықтық жауапкершілікке тартылу керек еді ғой біздің елде. Ал енді бұл жерде жарты миллиардқа жуық қаражат тиімсіз мақсатта пайдаланып отыр, және сатылып алынған, мемлекет қаражатына сатылып алынған МРТ аппараты осы күнге дейін науқас балалардың қажетін өтемеген. Құқықтық тұрғыда жауапты сала өкілі ретінде қандай жұмыстар жасап жатсыздар? Бұл жерде енді жөндеу жұмыстар мәселесін қою керек. Денсаулық сақтау басқармасы немесе жаңа құрылғыны орналастыру мәселесін сол жерде Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасы шешу керек. Енді тиісті құқық қорғау органдарына, басқа органдарына деп жатсаңыз, қосымша тексеру жұмыстары жүріп жатса, соның нәтижесімен бір қорытынды шығарама. Бірақ негізі сол кездегі МРТ аппараты да, КТ аппараты да тиісті проектно-сметная документация дейміз ғой, соның өзінің тиісті техникалық тапсырмасына сәйкес қойылған жұмыс жасап тұрды. Алдында маған деген ақпараттар бойынша бастапқы жұмыс істеп тұрды, сапасы 0,3 Тесла ғой. Негізі жұмыс жасау үшін 1,5 Тесла, 1 Тесла болу керек қой. Оның больница ашылғалы деп осы аппарат құрылды. Техникалық ерекшелігінде көрсетілмеген бе сонда? Осы аурухана ашылды 2017 жылы. Сол кезде осы аурухана жаңағы ашылған кезде құрылғы болды. Кішкене ғана қызмет жасады, бірақ содан кейін ақаулар пайда болып істен шықты ғой. Ол бойынша енді қандай да бір қылмыстық жауапкершілікке тартылған қызметкерлер бар ма? Өйткені жарты миллиардқа жуық қаражат тиімсіз мақсатта пайдаланып отыр. Науқастардың қажетіне жарамай отыр. Ол жағын мен айта алмаймын сізге. Іс қозғалған. Аппарат туралы анықтама беріңізші. Снимкісі неліктен оқуға жарамады, қанша уақыт жұмыс жасады, қанша науқасты түсіріп үлгерінді? Қысқа уақыт қана жасады. Қысқа уақыт қана, бірнеше ай ғана жұмыс жасады. 2017-те өз аппарат қабылдап алынды. 2017 жылы қысқа ғана жұмыс жасады да, ары қарай науқастардың қажетін өтемеді. Тоқтап тұр. 2017 жылдан бастап тоқтап тұр ғой, түсінгеніміз. Жөндеу бойынша енді бұдан бөлек мемлекеттік сатып алу аясында жөндеуге мемлекеттік қаражат бөлінген ғой, мемлекет сатып алу аясында қайтадан техникалық неден өткізу, қараудан өткізу жөнінде. Ол әр комиссия келіп қарады, мамандар келді, басқадан келді, Алматыдан келді, Астанадан келді. Жөндеуге жарамады. Жөндеуге жарамай тұр демек, Уже ол мынадай аппараттар шықпайды екен. Құрал жабдықтарын ауыстыру үшін. Содан бері тұрды. Былай ғой, 2017-те аурухана ашылды. Қаңтарда. Мен жұмысқа келген 2017 қыркүйек. Сол кезде уже несі болмай тұрды ғой. Проблемасы басталған сол кезде басталды. Әлназарованың бізге берген жауабында аталған құрылғы облыста басшылық қызметте болған кезде жасап тұрған дейді. Кімге сенеміз? Ал бүгінгі күні бізге белгілі болғаны МРТ құрылғысы мына ғимараттың ішінде тек орын ғана алып тұр. Науқастардың қажетін өтеп жатқан жоқ. Ең өкініштісі осы құрылғыға қажетті науқастар сыртқа сабылып, сырттан осы құрылғыдан өтуге мәжбүр. Қазақстанның денсаулық сақтау саласына көңіліңіз тола ма? Жаз отырыңыз.